Өтініш KZ сервисіне басты бетіне кіріңіз. Өтініш беру белгішісін басыңыз. Сізді авторизация бетіне бағытайды. ЭЦК және DIT арқылы авторлануыңызға болады. ЭЦК-ны таңдап, сертификат таңдау түймешігін басыңыз. Электрондық цифрлық қолданбаңызды сақтау орнын таңдаңыз. Пароль енгізіп, авторизациядан өтіңіз. ТАА-ЖСН туған күніңізге және байланыс мәліметіңіз секілді қорғалған ресурстарыңызға сервистің қолжетімділік алуын рұқсат беретінізді растайтын хабарлама пайда болады. Рұқсат ету түймешігін басуыңыз керек. Сізді өтініш бетіне бағытайды. Мұнда өтініш түрін таңдай аласыз. Әрбір өтініш түрінен астында оның толық сипаттамасы бар. Өтініш түрін таңдаған соң, өтініш жөнелтілетін мемлекеттік органды таңдауыңыз керек. Сервисте орналасқан жеріңіз бойынша мемлекеттік органды таңдау мүмкіндігі бар. Өтініш түрін және мемлекеттік органды таңдағаннан кейін сипаттама бөлімінде өтінішіңіздің мәнін толтырасыз. Біздің сервисімізде шешкеңіз келетін мәселенің орналасқан жерін картада көрсетуге мүмкіндігі бар. Одан ары өтінішіңізге қажетті файлдарды тіркейсіз. Нақты мекен-жай бөлімінде өрістерді толтырасыз. Қол қою тәсілін таңдайсыз. Жіберер алдында барлық тармақтарды толтырғаныңызды тексересіз. Тек содан кейін өтінішке қол қойып жібересіз. Өтінішіңіздің орындауға қабылданғаны жайлы растауды күтіңіз. Менің өтініштерім бөлімінде жіберген өтінішіңіздің орындалу барысын қадағалау мүмкіндігім бар.